Қазақ тілі 2 сынып 2 бөлімі. 26 жаттығу үйге берілген. Жалпы оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз дейді. Бұл жерде айтып тұр, оңнан солға қарай оқу керек деп. Сіздерге міне үй тапсырмасын орындап қойдық. Көрсетейік. Түс. Мына жерде түс деген бар. Қолғанат, ұршық, лақ, түс, құлақ, керік, жаз, жеміс, кіші, қысым міне. Осы сөздерден оңнан солға қарай оқығанда сөз шығатын сөздерді мына жерден теріп жаз деп тұр. Сонда қолғанат келмейді, ұршық келмейді, лақ. Мынаны керісінше оқығанда қал. Бұл жатады. Түс, сүт, құлақ, керік келмейді. Өйткені қал, ұқ деген сияқты болып түсініксіз сөз шығады. Ары қарай жаз, жеміс, кіші. Кішіні керісінше оқиық. Ішік, қысым, мысық, таза, азат деп осылай жазамыз. Ал мына сөздер келмейді. Мінекей, дәл осылай жазамыз.